Сәлеметсіздер ме білім алушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз кеплер заңдары. Біз білесіздер, адамдар баяғыдан табиғатқа қызығып оны зерттей бастады, және ол көптеген жер туралы ақпараттар көп болды. Соның ішінде гректер жерді тегіс деп ойлады, ал оның төбесінен Гелиос деген құдай арбасымен ұшып жүретін болды деп айтты. Ал Индияда жер пілдің төбесінде, оның астында тасбақа мен жылан тұрды деп елестетті. Уақыт өте адамдардың ойлары өзгеріп, жердің сфера тәрізді екенін 6 ғасырда біздің заманымызға дейін анықтады. Олар Пифагор болды, және 18 ғасырда бірінші ұстазымыз Аристотель Пифагор гипотезисін одан әрі дәлелдеп шықты. Біздің заманымызға дейін 4 ғасырда адамдар шар тәрізді жерде өмір сүретінін білді, және басқа өзге ғаламшарда қандай екенін білгісі келді, және ол біздің заманымызда 3 ғасырда Аристарх Саморский жердің күнді айнала қозғалатынын білді, бірақ оның жасаған өлшеулері мен жасаған жорамалдары дұрыс болмағандықтан гелиоцентрлік система енді ол планеталар жерді айналады деп тұжырымдады. Тек 16 ғасырда ғана Николай Коперник гелиоцентрлік системаны қайтадан жасады. Ол жерде күнді планеталар айнала қозғалады деп дәлелдер жасағанымен, оның жасаған дәлелдері қате болып шықты. Ол және алдыңғы жасаған геоцентрлік системаға ұқсас болды. Оның ішіндегі жұлдыздар белгілі бір қатарда орналасады деген секілді қателіктер, және де жер сол бойы планеталардың центрінде орналасып тұрды, және оның жұлдыздардың айналуы жердің қозғалысымен бірдей деп те тұжырымдар айтқан болатын. Коперниктің тұжырымын Галилео Галилей түзетті. Ол ешқандай жұлдыздық қатар жоқ, жұлдыздар әртүрлі қашықтықта орналасады деп ең алдымен сол жер туралы геоцентрлік тұжырымның қате екенін түсіндірді. Ең алдымен кеплер заңдарымен таныспас бұрын біз эллипс деген не екенін біліп алайық. Эллипс дегеніміз тұйық соқпақталып келген, яғни оваль тәрізді кеңістік болып табылады. Эллипстің ішінде екі түрлі остер болады. Олар үлкен және кіші остер. Үлкен остерде фокустар орналасады. Ол эллипстің кез келген арақашықтықтарының қосындысының тұрақты болып табылады. Осы ақпарат кеплер толығымен зерттей келе Марстың орбитасы шеңбер еместігін дәлелдеді, және ол өте дұрыс болып шықты. Кеплердің бірінші заңы негізінде планета орбитасының пішінін анықтайды. Барлық планеталар күнді эллипс бойымен айналады. Оның фокустарының бірінде күн орналасады. Маған қозғалысқа қатынасқан нүктенің радиус векторы сызатын аудан уақытқа пропорционал болып өзгереді. Кеплердің алғашқы екі заңы тартылыс күш әсерінен пайда болатын, және шамасы үлкен центріне дейінгі қашықтықта квадратына кері пропорционал болатын ұйытқыма қозғалыстар үшін ғана орындалады. Кеплердің екінші заңы аудандар заңы планета қозғалыстарының бірқалыпты емес екендігін анықтайды. Планетаның радиус векторы бірдей, уақыт аралығында шамалар бірдей аудандарға сызып шығады. Планеталар ең үлкен жылдамдықпен перигелийді, ал екінші жылдамдықпен афелийді қозғалады. Кеплердің үшінші заңы орталық нүкте күн айналасындағы екі материалдық нүктенің ұйытқымаған эллипстік қозғалысы кезінде айналу уақытының квадраты мен орта және айналатын нүктелер массалар қосындысы көбейтінділерінің қатынасы олардың орбиталарындағы үлкен жарты остері кубтарының қатынасына тең. Яғни мұндағы Т1 және Т2 екі нүктенің айналу периоды болса, М1 және М2 олардың массалары, А1, А2 орбита нүктелерінің үлкен жарты осі. Кеплердің үшінші заңы эллипстік орбита бойымен қозғалатын планеталар серігіне, қос жұлдыздардың құраушыларына қолданылады, және аспан шырақтарының кейбір сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік береді. Кеплердің үшінші заңы планеталардың орбиталық периодтары мен олардан күнге дейінгі қашықтық арасындағы байланысты анықтайды. Кез келген планетаның күнді айналу периодтары жарты осьтерінің қатынасына тең болады. Екі планетаның үлкен жарты осіне А1 және А2 деп ал айналу периодтары Т1, Т2 деп белгілейтін болсақ, онда Кеплердің үшінші заңын мына түрде жазуға болады. Ньютон өзінің Кеплер заңдары Ньютонның бүкіл әлемнің тартылыс заңына ашылуында елеулі рөл атқарды. Бақылаулар нәтижесінде табылған Кеплер заңдарын Ньютон екі дене есебінің дәл шешуі ретінде қорытқан. Бүкіл әлемді тартылыс заңына сүйенсек, ауытқуларды ескере отырып есептеген аспан денелерінің орындары бақылаумен дәл келіп отырды. Бұл астрономия заңдарының дұрыстығын дәлелдейді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Лайк басып келіп кетіңіздер.